Сәлем канал көрермендері, бүгінгі тақырып Қазпочта жайлы болмақ. Яғни посылка тапсырысқа берген затымыздың бірінші қаладан екінші қалаға жетуі, немесе Алиэкспресс дейді, Таобао дейді, соған заказ берген заттарымызды отслеживать етуге бізге бірден бір көмектесетін осы Қазпочта. Сонымен Қазпочтаны телефонға скачать еткеннен кейін телефон нөмір арқылы тіркелесіздер, кодын устанавливать етесіздер, одан соң тұрғылықты қалаңызды таңдайсыздар, Нұр-Сұлтан қаласы. Посылканы негізі екі жолмен тексеруге болады: по номер телефона и трек-кодпен. Нөмір телефонмен тексеру өте оңай, себебі сіз қандай да бір тапсырысқа берген затыңызға нөмір телефоныңызды міндетті түрде көрсететін болсаңыз, осы жерден таба аласыз. Ал трек-код арқылы негізі кішкене шатасады ол жерде. Сондықтан по номер телефона нөміріңізді ылғи да жазып жүрсеңіз, осы Қазпочтаның приложениясы арқылы бақылап көріп отыратын боласыз. Осы ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ниеттемін. Сондықтан каналға жазылып, лайк басып, қандай да бір сұрақтар бойынша видео түсіргенімді қалайсыздар, соны комментарий қылып жаза кетіңіздер.